Сколько может стоить его компания сейчас? Это сотни миллионов долларов. Скорее всего, да. Охренеть. Сәлем интернет, қош келдіңіздер. Менің есімім Тимур. Бүгінгі видеода Юрий Дудьтың Кремниевый долина жайлы және IT технологиялар туралы алған видеосына менің комментариям, реакциям және пікірлерімді көретін боласыздар. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Я не имел там, чем Силиконовая долина отличается от Лондона, чем Лондон отличается от Праги. Я просто поехал куда-то, чтобы сделать какой-то шаг. Не знаешь, что делать, сделай один шаг. Не істеуді білмесең, бір нәрсе істе деген сөз. Бұл жерде өте қарапайым сөзбен айтылған бәрі, бірақ бұның терең мағынасын ойлап қарайтын болсақ, жалпы жұмыс істемей, көбісі мысалы қазіргі уақытта не істеуді білмей, карантин кезінде жалпы өмірде не істеуді білмей жүрген адамдар өте көп, ондайларды көп көремін өзім. Именно сондай адамдарға айтылған сөз, бұл жігіттің де сол кезде не істеуін білмей жүргеннен кейін Америкаға барып, YouTube-тың приложениясын ашқан жігіт осы болады. Телефонда көріп отырған болсаңыздар, YouTube приложениясын дәл осы жігіт сол приложенияны ойлап тапқан. Жалпы бұндай жігіттер көпті көрген, көпті білетін жігіттер деп айтуға болады, себебі Google-да жұмыс істеп, осындай YouTube программасын ашудың өзі жалпы көп нәрсеге стоит. Білетін болсаңыздар, эффект бабочки деген бір теория бар. Ол теорияның айтуы бойынша дүниенің ана шетінде бір көбелек қанатын қаққан кезде дүниенің мына шетінде бір цунами болып кетуі мүмкін. Бұны біз өзімізге қалай қолданамыз десек, бәр нәрсе кіші қадамнан басталады. Яғни бір кішігірім бір нәрсе ойлап таптыңыз ба, соны жайлап істеп көріңіз, ары қарай өміріңіз өзгеріп кетуі мүмкін. Бұл жайлы өткенде Марғұлан Сейсенбаев ағамыздың интервьюсындағы комментариямда да айтып өткем. Егер көрмесеңіздер, қарап көрулеріңізге болады. Ссылкасын қалдыратын боламын осы видеоның астында. Қазір жұмысыңыз жоқ, видео отқан болсаңыз, жай ғана бір OLX-ға кіріп, сол жерден бір нәрсе тауып, жалпы стиральный машина сатылып отқан болуы мүмкін, бэушный. Соны сатып алып, үстіне бір 5000 теңге қойып, сатып көруге тырысыңыздар. Сразу үлкен жұмыстан бастау керек емес, үлкен бизнеске ұмтылудың қажеті жоқ. Жай ғана бір қадамнан бастап көру керек. Сол кішкентай бір жұмыстан бастап көру керек. Бұл жерде стиральный машина деп айтып отқаным, жай енді бір мысал ретінде айтып отырмын. Бұны басқа нәрседе істеп көрсеңіздер де болады. Жалпы OLX-та готовый бизнестер бар сатылып жатқан. Басқа бір бизнестер бар, соларды көріп, солардан үйренсеңіздер болады. Бұл жерде басты мақсат бірінші қадамды қою. Сол OLX программасын ашып, сол бір нәрсе іздегеннен кейін ғана ішінен сіздерге жақсы идеялар келуді бастайды. Сол жалпы кішкентай бір қадамдардан бәрі басталады. Әрине бір нәрсе бастағаннан кейін, бір нәрсені ойлап тапқаннан кейін, ол нәрсені амалға асырудың жолын табу керек. Жай ғана сол идея болып қалып кетпеу үшін бірінші қадамдарды бастау керек. Жай идея болып қалып кетеді, қай кезде үлкен бір өзіңіз қолыңыз жетпейтін, күшіңіз жетпейтін бір мақсаттарды, үлкен бір бизнестерді қоятын болсаңыз, ондай болатын болса, әрине қолыңыз түседі. Онда үлкен масштабтағы жұмысты адам істегісі келмейді. Сондықтан бір кішкентай қадамнан бастаңыздар, кішкентай бизнестен бастаңыздар, кішкентай әрекеттен бастаңыздар. Сол кезде ғана мүмкін сіздердің іштеріңізден осы жігіт сияқты бір жақсы программист, немесе жақсы бір специалист болып шығуларыңызға әбден мүмкіндік бар. Я думаю, мне повезло. Я думаю, что в любом успехе есть значительная доля старания, там много поражений, просто желание там от поражений не сдаваться, продолжать. Но на самом деле дальше есть какой-то элемент везения. Ашып осыда шындық, достары, бұл өмірде везение, баг жану деген нәрсе бар. Ол деген сөз бағым жанбайды екен деп әрекетсіз отырудың да керек жоқ. Бір нәрсе істейтін болсаңыз, әрекет жасайтын болсаңыз, сізде қандай да бір шанс болады. Бір 100 әрекет жасайтын болсаңыз, соның ішінде 1% болып кету шанс бар сізде. Егер керісінше еш нәрсе істемейтін болсаңыз, өз-өзімен 0 бойынша қала бересіз, әрекет жасамайтын болғаннан кейін результатта болмайды. Бұның мысалында айтатын болсақ, сіз бір жақсы специалистсіз, жақында ғана бір оқуды бітіріп, бір жақсы архитектор болып шықтыңыз. Барып жұмыс іздемейтін болсаңыз, резюмелеріңізді барып жұмыс берушілерге таратпайтын болсаңыз, звондап өзіңіздің услугаларыңызды адамдарға айтпайтын болсаңыз, әрине сізге ешқандай жұмыс жоқ, сол күйі отыра беретін боласыз. Болуы мүмкін, мысалы, 1-2-іне звондайсыз, 5-6-ына звондайсыз, сізді жұмысқа алмауы мүмкін. Бірақ бір 50 адамға, 100 адамға, 100 жұмыс берушіге звондап, барып резюмелеріңізді таратпасаңыз, соның ішінен болмады дегенде 1-2 сізді жұмысқа алуға дайын болады. Ал егер керісінше мен жақсы специалистпін, жақсы маманмын, маған ұқсаған жұмысшылар бәр жерде керек деп ойлайтын болсаңыз, қателесесіз, сіз ешкімге керек емессіз, себебі сіз жайлы ешкім білмейді.
Сол үшін бұл жерде бағым жанбайды екен деп, мен жұмысым болмайды екен деп 1-2 рет әрекет жасап қойып отыра берген болмайды. Әрекет жасай беру керек, бір точкаға ұра беру керек. Содан кейін ғана көздеген мақсатыңызға жететін боласыздар. Бұл өмірде мен ондай адамдарды көп көргем, айналамда көп адамдар бар сондай. Сол үйінде отырады, жұмыс істемейді, әйелінің ақшасына отыратындар бар жалпы. Ашы болса да шындық бұл. Жұмыс істе деп айтатын болсаң, ондай кісілерге мен жай жұмысқа істемеймін, жақсы айлық болу керек деп отыра береді. Жалпы өзінің әрекетін жасамайды. Сол диванда жатып күні өтіп баратыр, мені керек болса мен жақсы специалистпін, мені адамдар өздері шақырып алады. Әңгіме жоқ, онда адамдарды да шақыратындар бар. Арасында айына 1-2 рет 1-2 жұмыстар, заказдар шығып қалады, бірақ тұрақты жұмысы жоқ. Сондықтан ер жігіттер, сіздерге кеңесім, үйде жата бермей, әрекетті жасаңыздар. Біреуінде болмаса біреуінде бағыңыз жанатыны анық, тек қана қолды түсірмей әрекет жасау керек. Әрине бұл бір мотивация ретінде бұл көрінуі мүмкін, бірақ бұл мотивация емес, достар. Бұл өмірдің заңы. Закон джунгли деп айтуға да болады. Қасқырларың да мысалы жалпы алатын болсақ, барып тамағын аулап жемейтін болса, аштан өледі. Олар оны біледі. Ол өздерінің заңы, өмірдің заңы. Әрекет жасамайтын болсаң, қиналып қалатының бұл өмірде бар әңгіме. Сол үшін жастары орында тоқтап тұрып қалу жоқ, тек қана алға жүреміз, сол кезде бұл өмірде жетістікке жете аласыздар. Почему вас так много? Программистов? Да, почему из Беларуси они прут? Нефти нет. Может, поэтому. Когда у тебя маленькая страна, в которой маленький внутренний рынок, приходится делать что-то для всей планеты Земля. Жалпы Беларусияның IT технологиялары, программирование және стартаптары бүкіл дүниеге танымал болып кеткенін соңғы кезде байқап жүрміз. Не үшін ондай болғанда жігіттер айтып берді? Себебі бізде нефт жоқ, табиғи бір ресурстар жоқ. Ішкі нарыққа сататын бір нәрсе ойлап табуымыз бізге пайда алып келмейді. Сондықтан біз амал жоқ бүкіл дүниеге жұмыс істейміз. Бұлай ойлап қарайтын болсаң, шынымен оларды түсінуге болады. Кішкентай мемлекет, ресурстар жоқ, газ, нефт деген жоқ, халқы аз, бір нәрсе өндіріспен айналысатын болса, оны сататын халықтың өзі жоқ. Арғы жағы Европа, оларға еш нәрсе керек емес, бергі жағы Ресей, амал жоқ бүкіл дүниеге сататын бір стартап ойлап табуға тура келеді. Сол үшін Беларусияда қазір IT стартаптар өте ауқымды дамып жатыр. Оларда қазір айтты ғой, даже Беларусияның өзінде специалисттер, программистер аз. Сол үшін олар қазір Украинадан, Ресейден программистерді шақырып, өздері айлығын төлеп, сол жерде жұмыс істетіп жатыр. Яғни программисттер уже өздерінде жетпей жатыр. Басқа жақтан жұмысшыларды жалдап істетіп жатыр. Менің ойымша өте керемет даму. Болашақта Беларусияның жақсы көтеріліп кетуі, мемлекеті жақсы бір дамып кетуі әбден мүмкін, себебі IT технологиялар білесіздер, миллиондаған, миллиардтаған ақшалар алып келеді. Осы орында бір нәрсе ойыма келді. Қазақстан болсын, Россия болсын, табиғи ресурстарға, нефтке және басқа ресурстарға тәуелді болып қалған. Өзімізде бір өндіріс жоқ. Болса да ондай үлкен емес. Бүкіл тек қана ішкі нарыққа, мүмкін көрші елдерге 1-2 сататын шығармыз, бірақ ондай үлкен бүкіл дүниеге сататын бір үлкен ауқымды бір өндірістер жоқ. Содан кейін осы мәселеде өткенде бір досыммен сөйлесіп қалдым, мен одан сұрадым, қазір нефтің бағасы түсіп кетті, экономика қиналу мүмкін. Не деп ойлайсың, біздің Қазақстанда IT технологиялар, стартаптар даму мүмкін бе деп сұрақ қойып едім. Ол жігіттің айтқан сөзі мені кішкене таң қалдырды, шынымды айтсам, ол маған сұрақ қойып жатыр. Сенің таныстарың ішінде бір IT технологиямен, стартаппен айналысатын немесе бір программист таныстарың бар ма деп сұрақ қойды жай ғана. Мен айттым, жоқ. Бүйтіп ойлап қарасам, шынымен де жоқ екен. Бізде IT технологиялардың дамуы үшін бізде әлі Қазақстан оған дайын емес деп айтты. Бірақ бұл нәрсе бізге бір жаңа мүмкіндіктер беруі мүмкін. Қазір мына карантин біткеннен кейін бүкіл дүниежүзілік дағдарыс күтіліп жатыр. Сол кезде осындай жаңа технологиялар ғана жақсы ақша табады деп ойлаймын. Мүмкін сіздердің араларыңызда сондай адамдар бар шығар, таныстарыңыз бар шығар, әлі қандай оқуға түсем деп ойлап жүрген боларсыздар. Менің кеңесім осы жаңа технологиялар, IT технологиялар жайлы көбірек үйреніңіздер. Бұндай специалисттер бүкіл дүниеде әлі қатты сұранысқа ие болады. Ал осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге үлкен рахмет. Каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Ой пікірлеріңіз болса комментарийға жазып қалдырыңыздар, сұрақтар болса жазыңыздар. Қолдан келгенше мүмкіндігінше жауап беруге тырысатын боламын. Жалпы канал жайлы айтатын болсам, достар, менен комментарийда көп сұрап жатырсыздар. Бұрынғы форматтағы видеолар неге жоқ? Басқа бизнес туралы бір видеолар алмайсың ба деп көп сұрақтар болып жатыр. Сіздерді өте дұрыс түсінемін, достар. Ондай форматтағы
контенттер болады. Мына карантин бітсін, кішкене бәрі орнына келгеннен кейін, әрине міндетті түрде жақсы бір бизнес идеялар, жаңа бір әдемі контенттер түсіруге тырысатын болам. Қазірге осындай видео түсіруге мәжбүр болып жүрміз. Сондықтан осы видеоны да кішкене таратып, лайк басып, қолдап жіберіңіздер. Бәрлеріңізге үлкен рахмет. Кездесеміз.